Good afternoon, friends. How is it going today? I want to understand you about word formation today. Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге сөз жасам туралы айтқым келіп тұр. Яғни сіздер ағылшын тілінде 10 сөз білетін болсаңыз, 10 сөзіңізді 20 сөзге, 20 сөз білетін болсаңыз, 20 сөзіңізді 40 сөзге осы сөз жасам арқылы ұлғайта аласыздар. Демек, сөздік қорларыңызды көбейте аласыздар деген сөз. Мысалға, бір нұсқасын сіздерге түсіндіріп өтейін. Кез келген етістіктің алдына re префиксін жалғап айтсаңыз, сізді ол қайтадан деген мағынаны білдіреді. Мысалға, барлығымыз білетін do етістігін алайық. Do жасау деп аударылады. Redo қайтадан жасау. Play ойнау, replay қайтадан ойнау. Ағылшын тіліндегі кез келген етістіктің алдына miss префиксін жалғап айтатын болсақ, ол қате деген мағынаны білдіреді. Мысалға, miswrite қате жазу. Келесі, кез келген етістіктің алдына over префиксін жалғап айтатын болсақ, ол кезде ол өте, тым, шамадан тыс деген мағынаны білдіреді. Мысалға, overwork шамадан тыс жұмыс жасау. Және де ағылшын тілінде бір қызығы, кез келген зат есімді етістікке айналдыра аламыз. Мысалға, барлығымыз білетін ручка. Ручка ағылшын тілінде pen. Pen my name, менің атымды жаз. Егер де сіздерге бүгінгі түсіндірме түсінікті болса, өз нұсқаларыңызды комментарийге жазып өтіңіздер.